Қорғансыздар 68-ші бөлім. Бүгінгі бөлімде өте қызықты махаббатқа толы хикаялар және жерлер болады. Мына жерде Юсуп әр бөлменің светін жөндеп жүрген және кәрі әйел Юсупқа қырындайды: су ішесің ба, мынаны ішесің ба деп. Осы кезде Зылиха кіріп келіп, әлгі кәрі әйелден Юсупты қатты қызғанып кетеді. Содан кейін ашуланып ол бөлмеден шығады. Тіпті бұл әйелді ұрсады: бөлмеме неге рұқсатсыз кірдің деп. Юсуп болса артынан жүгіреді: тоқташы Зылиха, тоқташы, сен мені қызғанып қалдың ба, неге келдің дейді. Бидан болса ұры жігітіне телефон соғады, бірақ ол жігітті үйде емеспін достарыммен дейді. Не жасырып жүрсің деп Бидан сенбей оның үйіне кіреді. Үйіне кірсе осындай ауру кемпір жатыр екен, инвалид, ешқандай жүре алмайды. Содан кейін тез кет, бұл жерден тез кет, әйтпесе Керім көрсе ұрсады дейді. Яғни Биданның жақсы көріп жүрген жігіті Керім. Ол ұлының анасы ауру екенін жасырған және одан қорқады, ұялады, анасының ауру екенін айтпайды. Бұл дәрігер Сельма болса тағы да анализ тапсырып, ертең барлық қорытындысын айтатын болады және әзірге ешқандай жүрегіне салмақ түсірмеуге кеңес береді. Яғни Сәметтің ауруын білдіртпеуге тырысу керек екенін мұқият қадағалап айтып жатыр. Мұнда Хишмет болса алтын шығарамыз деп, ол өзі сияқты осы сайқымазақты Ержан күйеу баласын алып үйдің жертөледен от шығарады. Аяғында өртеніп кетеді, алтын емес заты өнеркәсіптік өртену болып есептеледі. Хишмет ашуланып ағылшыншасын қосып аяғында Ержанды да және қасындағы сайқымазақты да қуып шығады. Енді келу шума дейді. Осылайша үйдің светі барлығы сөнеді. Туалетқа жасырынған Неджла өзінің шынымен жүктілігін анықтайтын тестін әкеліп байқайды. Осы кезде тестін қарайын деп жатқан кезде үйдің светі сөнеді. Әрине ол жертөледе оқиғадан кейін. Содан кейін қызының бөлмесіне барып көргелі жатқан кезде шынымен де аяғы ауыр екен. Бірақ мұны қызы көріп қалып айқай шығарады: тезірек бұл баладан құтыл дейді. Керімнің анасы шынымен де ауру, бірақ карта балгер ашады екен. Оны Букет деген ара-тұра емдеуге келіп тұрады екен. Осылайша бір-бірін таниды екен. Ал мұнда Фидан үйге келіп: әпкем қайда, олар қайда кеткен дейді. Осы кезде әпкесі де көңілсіз барлығы келеді. Не болғанын айтпайды әзірге. Жұмыстан келе жатқан Юсуп қасында Зылиха екеуі келе жатқан кезде тіпті Зылиха үйленуге дайын екенінде Юсуп айтады. Осы кезде Юсуп деген дауыс естіледі. Ол әрине бұрынғы тастап кеткен қалыңдығы Букет екен. Яғни Букет бұрын тастап кеткен. Қанша жалынса да Юсупты тыңдамай Германияға кеткен. Қазір дәрігер оралды және ол Зылихаға жалған айтады: Юсуптың досымын деп. Алайда бұрынғы ғашығы қайтадан Юсупты өзіне ғашық қылғысы келеді. Бірақ Юсуп: мен Зылиханы сүйемін, енді алдына шықпа, қош келдің, қош бол дейді. Осылайша нүктесін қояды. Ал мұнда түнгі Хишмет үйіне келеді. Әйеліне жалынады: ең болмаса үстіме киет, іш киім берші, үйге қонайын, сендер қорқып қалды екен деп келіп едім дейді. Бірақ әйелі қуып шығады. Ал анасы болса: байғұс Хишметім-ай деп аяйды. Десе де қолынан ештеңе келмейді. Осылайша қуып шығады бұл әйелдіге. Хишмет енді үйге келу шума, мен сені кіргізбеймін, қанша нешесінде сасысаң дейді. Содан кейін Дөйгөйдің үйіне барды. Өйткені Дөйгөйдің үйінде адам жоқ екенін біледі. Дөйгөй мені кіргізші дейді. Бірақ Хишметтің қолын тістеп алған кезде Хишметтің жан дауысы шығып есікті жібере салады. Осылайша Хишмет тағы да екінші әйелден қуылады. Ал мұнда Бахап төре Занды батыр деп Явгуз қатты қуанады. Өйткені Явгуздан қарызға ақша алады және осылайша компаниясына қайтарады. Брат болса қуанып кетеді: мен ақшасын алғаннан кейін ол компанияның жартысын басқарам дейді. Яғни қонақүйді. Дөйгөйге тағы да бір өзің қорқып қалған боларсың деп Джемо келеді. Осылайша Джемо екеуінің арасында бір нәрсе бар екен. Кешірім сұрайды Джемо. Солай екеуі қайтадан қосылады. Осы светтің сөнгені бұл екеуінің өмірін өзгертеді. Өйткені дәл осы түні екеуі бірге болып қояды. Тағы да қызықты серияларын көрем десеңіздер, тіркеліп комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерге қызықты сериясын айтатын боламын.